Selam, менің есімім Кейт. Мен көрші университеттен ауысып келдім және болашақта жақсы тіл табысып кетеміз деп үміттенемін. Танысқаныма қуаныштымын. Және жаңадан келген оқушы есіңде сақта, маған кешіккендері мүлдем ұнамады. Сабаққа кешікпей жарай ма? Кешіккендерді келесіде сабаққа кіргізбей қоямын. Ал енді дәрісімізді бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз адам психологиясы және көрсетілетін қысымдар. Буллинг тақырыбын өтетін боламыз. Қазір оқулықты алайын. Осы оқулық бойынша сендерге дәріс тапсырмаларын берген едім. Кім мазмұндағысы келеді? Мен оқып келдім, апай. Мазмұндасам болады ма? О, Кара, жоқ, сен айтпайсың. Сені қалай айтатынды білемін. Сен үнемі алда жүресің, Кара. Молодец, сені мақтан тұтамын. Жалпы бұл кітапта мектептегі буллинг, жалпылама қысым жайлы айтылады. Яғни психологияның осы бағытын зерттейтін боламыз. Ал енді бұл кітап жайлы өз пікірін кім айтады? Так, жаңадан келген оқушы, мүмкін сен айтасың? Мен ба? Я, әрине, басқа кім? Дауысың нық-нық шығатын болсын. Мияулама жарай ма? Бізде психологиялық қысым бұл кеңінен тараған, көбісі буллинг деп атап жатады мектеп қабырғасында. Біреуі буллингті жасаса, біреуі буллингке ұшырайды. Тоқташ, неге мыңғырлап тұрсың? Нақты сөйле дедім ғой. Кішкентай балалар үшін ең көбі ауыр тиетіні буллинг қазіргі таңда ол болып жатыр негізінде. Және ол сен мүлде дұрыс айтып тұрған жоқсың. Менің неге нервыма тиіп тұрсың? Мен саған мыңғырлама дедім ғой. Оның үстіне киімің де ұнап тұрған жоқ. Жап-жасыл болып. Ертең басқасын ки. Бірақ сіз де жасыл кигенсіз ғой. Мен мұғаліммін. Сен маған қалай сөз қайтарасың? Маған болады. Бірақ заң бәріне бірдей емес пе? Бұлжырамай оқулықта кеш бері. Аудиторияны босат, шығып кет. Сөз қайтаратын тәрбиесіз екенсің сен. Әлгіндегінің сыныптан шығып кеткені қандай жақсы болды. Үстінен жаман еш шығады ғой тегі. Айтпа, оның еще түрі ұсқынсыз, мұрны картошка ғой. Маған ұнамады. Апай, мен сыртқа шығып келсем бола ма? Су ішуге. Әрине қымбатты, Кара, сен шығып кел, саған рұқсат. Кейт, олар сенің көшесіңе мүлдем тұрмайды. Бұндай іс-әрекетке тек қана жауыздар барады. Жауыз ғой олар, жауыз. Менің қолымнан не келеді? Сен олай деме, сен қолымнан бәрі келеді. Мен олардың сазайын тартқызам. Бұдан былай кім саған сөйлейді, тиіседі, ісі менімен болсын. Менің анам осы университеттің директоры. Оларды оқудан шығаруға күшім жетеді. Олар соған лайықты. Сен мені кешірші, мен сені алғашында танымай қалдым. Сен не үшін кешірім сұрайсың, бәрі жақсы. Сол кезде сені қорғамағаным үшін. Біз бала болдық, иә, бірақ ол іс-әрекетімді ақтауға келмейді. Мен солардың бірі болдым ғой. Кара, тыңдашы, мен сені кінәламаймын. Егер сен де мені қорғағанда, олар сені де буллить ететін еді. Бәрі дұрыс. Мен бұл үшін әрине қуаныштымын, бірақ әр нәрсенің шегі болуы керек. Енді мен сені қорғаймын. Сен мені кешір. Енді олардың ісі бірме-бір менімен болады. Барлығына көрсетемін. Кеттік, жүр. Сыныпқа барайық бірге. Кара, сол кішкентай қыздан үлкен қыз болып өскен екенсің. Сен жақсы адам болып өскенсің. Сен жарайсың. Кейт, сенен бұл сөздерді естігенім үшін өте қуаныштымын, шынымен. Енді сыныпқа кеттік. Барлығын өз орнына қоятын уақыт келді. Жоқ, мен бармаймын. Мен қорқамын негізінде. Неден қорқасың? Мен бармын ғой. Жүр, уайымдама. Достар, сендерге бұл сериал ұнады ма? Егер ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетіңдер. Мен үшін сендердің қолдауларың өте маңызды. Қолдау болса, сапалы видеоларда көп болады.